Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен лимонад жасайтын боламыз. Бұл құлпынайлы лимонад. Кафе, ресторандарда сіздер ұнатып алып жүрген лимонадтарыңыз. Жасалу жолы өте қарапайым. Ол үшін бізге минеральная вода қажет, лимон, киви, мята және де осындай сироп қажет болады. Сироптың түрлері өте көп. Клубничный, мохито жасау үшін малиновый сироптар бар. Бұл сиропты алып қойсаңыздар, сіздерге бірнеше лимонад жасауға жеткілікті. Бұл жерде бізде лимон мен киви әсемдік үшін қажет, көп салып қажеті жоқ, жай ғана 3-4 тілім салсаңыз жеткілікті. Лимонадтың түрі әдемі болып көрінуі үшін. Біздің қолданатын суымыз қатты газдалған болуы қажет. Алдын ала аузы ашылып, немесе тұрғанына біраз болған су жарамайды. Лимонадымыздың дәмі өзгеріп кетеді. Ыдысымызға алдымен суды құйып аламыз. 1 литр суға 6 ас қасық сироп қажет болады. Мен мұнда 1 литр су құйдым, және де 6 ас қасық сироп құйдым. Жасыл түсті, қызыл, сары түсті кафелерді ішіп жүрген лимонадтарымыз осындай сироптардан жасалады. Ол үшін жай ғана сироптың басқа түрлерін алып, бір-бірімен араластырып қолдана берсеңіз болады. Мысалы, клубничный сиропқа мохитоның сиропын қосып, бірге ерекше лимонад жасауға болады. Дәл солай әртүрлі сироптарды бір-бірімен араластыра отырып лимонадтар жасай аласыздар. Ендігі кезекте лимон менен кивиді салып араластырдым, және де мята саламыз. Міне осымен біздің лимонадымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды. Алдағы ыстық күндерге таптырмас сусын.